Шексіз өнер, шектеу шараларын сақтай отырып, бүгін қаладағы саңыраулар қоғамның өнерпаздары көрерменіне ән би кешін ұсынды. Әуен естімесе де әннің сөзін жүрекпен сезіп, мән мағынасын өзгертпестен өнерсүйер қауымға жеткізді. Олар халық әндері мен эстрадалық туындыларды орындады. Клоунада театрының сахналық көрінісі де көптің көңілінен шықты. Өнерпаздардың дені республикалық халықаралық байқаулардың лауреаттары. Өткен жылы індеттің салдарынан онлайн шараларға қатысуға тура келген. Өнерлі жастардан сахна мен көрерменге деген сағынышы сезілді деген облыстық мәслихат депутаты Берік Көздіғарин Нұр Отан партиясы атынан ұжымға алғыс хат табыстады. Өзі де құралақан келмепті. Соңғы үлгідегі сандық фотоаппарат сыйлады. Осындай іс-шаралар болғаны өмірдің жалғасуына және де жастардың және де мына ортамызға шығып беріп жатқан құлақтар естімесе де өзінің жүрек сезімімен сіздердің алдарыңызда концерт бағдарламасын көрсетіп жатқанына өте қуаныштымыз. Сондықтан осындай той-думан, осындай шараларымыз көп бола берсін. Және де міне осы Нұр Отан партиясының өзінің үлесін қосуға әрдайым біздер жүру керекпіз. Себебі бір мемлекетте өмір сүргесін, бір халық болғасын жерде барлығымызда құқығымыз бір. Төтенше жағдайға байланысты енді қазір барлығымызда енді жұмыс жасадық, енді онлайн түрде жұмыс өткізіп жатырмыз. Бірақ біз қай шарада болмасын, мынау челлендж болсын, біз біргеміз, жақыныңа жанашыр бол, әрбір челленджге қатысып, атсалысып отырдық. Сонымен қатар онлайн байқауға да қатыстық. Жақында ғана республикалық би байқауынан біздің халықтық жалын би ансамблі бас жүлдеге ие болды. Биылдыққа біз 80-ге жуық онлайн түрде шаралар өткіздік. Оның ішінде сонымен қатар біз дәстүрлі түрде өткізетін біздің өзіміздің шараларымыз бар. Ол жаңағы мисс шляпа және мисс шляпа содан кейін өнерге ғашық жүрегім. Бізде дәстүрлі түрде өтетін мерекелік шараларымыз.